Сәлем қыздар, бүгін сіздерге көрпешенің шетіне тігілетін кантты қалай тігетінімді сіздерге көрсетемін. Ені 3 см, ұзындығы ұзын бойымен кете беретін лента, екі лентаны аламыз. Біреуінің түгі төмен қараса, біреуінің түгі жоғары қарайды. Өйткені біз қосқан кезде қазір ворс направлениесі бір жаққа кету үшін. Сол үшін және біз былай алып тіге салмаймыз бұны, өйткені ол жерде қатпарланып кетеді мата. Сол үшін біз оны мына тәсілмен тігеміз. Матамызды былай қоямыз және мына бұрышынан мына бұрышқа дейін бір тігіс жіберетін боламыз. Ол үшін өзіміз үшін былай инені қадаласақ, инені қадап аламыз. Сосын мына бұрыштан мына бұрышқа бір тігіс жібереміз. Жібердік. Енді матамыздың ворсы міне бір жаққа қарап тұр. Енді артық матаны кесіп тастаймыз, бізге қалың болмау үшін. Осы тәсілмен қоссаңыздар, матаны екі бүктеп көрпешеге тіккен кезде мынандай тәсіл болады. Бұл қатпа толщина бермейді. Сол үшін осылай тіккен дұрыс. Қыздар, мен тағы да бір айтатын жағдай, мына көрпешені тіккен кезде біз кантты мына ұшынан бастамаймыз. Кантты біз мына орта тұсынан бастаймыз. Примерно бір 10 сантиметрдей болатын артық алып қаламыз да. Көрпенің ортасынан бастап көрпешені тігіп өтеміз. 10 сантиметрдей артық қалуы тиіс. Тағы бір мына ұшына келген кезде ұшы әдемі шығу үшін дәл ұшына келіп тоқтаймыз. Мына қиғашынан закреп береміз. Міне түзу келе жаттық, қисығынан закрепті бердік. Одан кейін мынаны матамызды былай бүгеміз де ары қарай тігіп кете береміз былай қарай. Сонда бізде ашқан кезде көрпеміздің ұшы осылай әдемі болып шығады. Міне қыздар, біз дәл қосқан жерімізге көрпешеміздің ортасына келіп тоқтадық. Енді бұл жерде бір-біріне қалай қосу керек? Егерде біз тура қоса салатын болсақ, мына жерде үлкен қаттама пайда болады. Сол үшін біз мына тігілген матамыздың ені 3 см болса, қоямыз. Мына келе жатқан матамыз біздің осы лентадан 3 см артық шығатындай кесіп аламыз. Мына матаны қойдық. Келесі мата, келе жатқан мата. Мына матаның астыңғы матадан 3 см ұзынырақ болуы тиіс. Белгілеп аламыз. 3 см примерно мына жерден мен қазір бұны кесіп аламын. Енді бұны қалай жалғаймыз?
бұны тура жаңағы басында ленталарды қостық қой, сол сияқты мына бұрышынан мына бұрышқа тігіс жібереміз. Тігіс жібердік. Артығын кесіп тастаймыз. Енді міне қараңыздар. Тігісіміз, лентамыз көрпешеміздің несімен бірдей болды міне. Енді осыны бір жүргізіп шығамыз. Бұлай қосудың себебі міне қаттама пайда болмайды, мата жақсы жатады. Көріп отырғандарыңыздай осылай әдемі болып жалғанды.